Ал енді ағайын, мына естіп атсыңдар ғой бәрі. Ютубтан көріп атқан шығарсыңдар, құлақтанып атқан шығарсыңдар елменен. Мақсат сол, ең болмаса осыған, осы халықтың арасынан шығуға мүмкіндік берген жерде соны пайдаланып, соған қарай жұмыс жасап қарайық, әрекетке берекет дейді ғой. Сонымыз жасап қарайық, шығаратын болсақ, осыған бірдеме ұмтылыс жасайтын болып атсақ, содан бір нәтиже шығатын болатындай бір қызмет жасайтын болсақ, бәріміз атсалысып. Сонда ғана бірдеме шығады деп ойлаймын. Ал егерде біз сайлап тастадық, депутат барды ғой деп жатып алатын болсақ, бұрынғыша оған артынан іздеу салмасақ, одан сұрап тұрмасақ, оны жарай жұмыс істемесе кейін қайтармайтын болып атсақ, басқасын сайлауға, онда біздің бұл өміріміз сол бұрынғыша кете береді. Ал енді алдарыңда қазір сол өздеріңе Мұратбайды таныстырайын деп келіп отырмын. Ол жігіт қазір өзін таныстырып айта берсін. Азғантай уақытты пайдалана берейік. Ал айта бер. Иә. Ассалаумағалейкум. Мына Шыңғылдауының тұрғындары. Арымыз. Мен Жаңаөзен қаласы Аманшымын. Есімім Мұратбай Жұмағалиев. Жұмысшының арасынан шыққан. Бұл неге додаға түсіп жатқан себебім бір мына мажоритарлы деген ұғыммен бір мандатты мына Қазақстан Республикасынан беріліп жатқан бір мүмкіндік деп соны өзім үміттенем, мүмкіндік халыққа беріп отырған мүмкіндігі деп. Сол үшін осы неге додаға өзімді ұсындым және өттім. Енді алдағы жасайтын мақсаттарым өздеріңізге берілген мына хат неде бар, бағдарламаларым өздерің қарап оқып отырсаңыздар болады. Енді халықтың мына ертеңгі күні қалай жұмыс жасаймыз халықпен, қалай халықтың сеніміне кіреміз деген ол жаңағыдай халықтен қазір 30 жылдан бері өздеріңіз білесіздер. Мына сайлау десе теріс айналатын болды, теріс айналып қашатын болды, сондай жағдайға жетті. Сенбейтін жағдайға жетті 30 жылдан бері. Оның ішінде мен де бармын. 30 жылдан бері сенбей келдім, мен де сіздермен бірге болдым осы халықтың арасынан шыққасын жерде. Сосын мынандай бір мүмкіндікті беріп отырғасын жерде өткізіп алмайын деп, сол бұрынғы мына өздеріңіздің қолдарыңызда отырған қағаздарда бұрынғы Жаңаөзен қаласында мына облыс көлемінде өзімнің ашық алаңдарға шығып қойып жүрген талаптарым, соның барлығы жұмыссыздық мәселесі, әртүрлі мәселелер бар ол жерде. Қазір халыққа керекті мәселелер, ол мәселелердің барлығы бір-біріне қатысты және де бір-біріне қатысы бар мәселелер. Соны қалай көтереміз? Мен барғанда ана жаққа барып жалғыз өзім шеше аламын ба, шеше алмаймын ба деген мәселе ғой. Ешқандай да бір депутат барып мәжіліске халықтың атын мен ананы бітірем, мынаны шаруаны шешіп тастаймын дейтін депутаттар болса, оның барлығы әрине өтірік, оны шешу мүмкін емес. Жалғыздың жаңағы үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деген жалғыз адам барғанда да ол жаққа барып жасай алмайды. Ол сөзсіз. Мына жерде бір Қазақстан Республикасы бойынша осы бір мүмкіндікті беріп отыр. 30 Қазақстан Республикасы бойынша 30 адам халықтың арасынан мына бір мандаттыққа үміткер қазіргі таңда. Ал Маңғыстаудан соның біреуін беріп отыр, Маңғыстау өлкесіне. Облысымызға біздің біреуін беріп отыр. Соған қазіргі таңда 9 адам қазір бақталасы енді. Оның қайсысы түседі, әркімнің өзінің жаңағы бағына қарап сайланады. Сол жаңағы халықтың әл-ауқатын, жағдайын, жаңағы жанайқайын билікке жеткізу үшін жаңағыдай Қазақстан Республикасы бойынша 30 әр жерден өңірден шыққан, осындай халықтың арасынан шыққан, халқым елім дейтін азаматтар болса, билікке тиісіп айтатын азаматтар болса, солармен бірлікті түрде бірігіп ар жақ парламентке барған кезде бірлікті түрде біріге алсақ қана барып, біздер парламентте халықтың мұң-мұқтажын айтуға біздердің сол кезде құзырымыз жете алады. Ал ол жаққа барып біріге алмай қалсақ, онда ол жаққа барып шешудегі мүмкін емес жағдай бұла қарап отырсаңыз. Ал оны да шешу сіздер мен халықтың, билік пен халықтың арасын жақындата тұра шешілетін мәселелер барлығы. Халық пен биліктің арасын жақындатуымыз керек. Оны қалай жақындатамыз? Қалай жұмыстанамыз ары қарай? Мәселе осы да. Ендігі мәселе
Қазір мен Маңғыстау өңірі бойынша көп жерлерге бардық, халықтың жанайқайларын естідік, әл-ауқаттарын сұрап жатырмыз. Әрбір адамның айтатыны жұмыссыздық мәселесіне келіп тіреледі. Жұмыссыздық мәселесі өте тапшы. Мына интернет желісінде естіп отырған шығарсыздар. Айтылып жатқан бір әңгіме Маңғыстау өлкесі бойынша барлығына жұмыссыздық тапшы қазір. Сол жұмыссыздықты қалай жоямыз, қалай жоюымыз керек соны. Ол үшін жаңағының барлығына келе тұра бірігіп, заңға байланысты барлығы. Заң аясын, заңдарды қалай өзгертеміз? 30 жылдан бері заңнаманың барлығы бір адамға ғана жасақталған, халыққа емес, тек қана бір адамға жасақталған. Жоғарыда бұйрық, сот органдары, кез келген құзырлы органдардың барлығы бір адамға бағынышты. Сол біз сол заңнан арылуымыз керек. Сол заңнан. Қазіргі мына Қазақстан Республикасының конституциясына келіп отырсақ, оның өзі 30 жылдың ішінде мен кеше айтып жүрдім, 18 рет деп бұл конституция заңы 101 рет ауыстырылған екен. Ал ол дегеніміз қазіргі конституция заңымыз өзі черновик болып қалған қазір. Черновик. Халыққа емес, оның барлығы бұрмаланып, билік өзінің жобасына бұрмалап алған, былай қарап отырсаң. Содан сол заңдарды өзгерту үшін халықтың көзін ашуымыз керек. Халықтың көзқарасын қалай бері қаратамыз, бері қарай. Мына сенімділік қалай сенімділік ұялатамыз жүрегіне деген мәселе. Біздерде мынанда бірінші талабында кредит мәселесі бар, несие, амнистия деген. Кеше бір жерге барсам айтады, неге мына амнистия деп жаздыңдар деп. Амнистия мәселесі. Халықтың, әрі адамның, алған адамның өзінің обалы жоқ қой дейді. Сондай сұрақты қойып жатыр маған. Мен айтам, бауырым, олай демеңіз. Халық деген оны жаңағыдай тойынғынан, мәсіргенен алған жоқ. Оны халық, бұл бір реткі амнистия деген. Мына Европа мемлекеттерінде жүріп жатқан акция ол. 30 жылдан бір рет жасауға болады ғой. Әрбір қазақ халқын білесіздер, жұмыссыздық жоқ, әртүрлі зейнеткерлерге дейін осындай жаңағы кредитке кіріп кеткен, кредит көлемі дүниежүзі бойынша біз әлемде ең бірінші, біздерде ең қымбат, біздерде қарап отырсаңыз. Проценті қымбат, пайызы өте қымбат. Ал қайбір халықты көрсеңіз, әркім қазір той садақада жүрсең, бәрінде бір мұң бар. Айдан айға жетем, сол кредитті несиені қалай жабамын дейді. Анау өздері мәсіріп жүр аға дейді, не деп отырсыз дейді. Ол деген біздің жаңа экономикамызды түсіреді дейді, әртүрлі сұрақтардың астына салды. Мен айтам, бауырым, олай демеңіз деймін. Ол мәсіргеннен алмайды. Сосын жаңағыдай ауру бар, науқастары бар, түрлі жаңағыдай 5 миллион қаржымен шетелге барып, біздерде медицина жағда өте дамымаған. Ол мәселелер де бар. Сондай мақсаттармен бұл ата-аналар кредит алады. Сосын осында кредитке кіріп кетеді қазір. 30 жылдан бері біз бұл банктерді байытқан, біздің халық, қазақ елі біздің өзіміздің мемлекетімізді байытқан. Біздер, сіздер біздермен байытып отқан. 30 жылдан бері бір рет несие, жаңа амнистия кешірілуге болады ғой. Сосын несиенің пайызын кешіріліп, содан кейін 7%-ке түсір, ары қарай өздері көресің, тағы бір 30 жылда қарайсың, мысалы 7%-ға түсірген өзі түсір алсаң, түсір халыққа деген. Мысалы 2% деп отқан жоқпыз. Мына мысалы нелерде көріп отырсаң, арабтарда басқа жетіскен мемлекеттердің өзі, мұнайлы мемлекет, жаңа бай қуатты әлемдерде мемлекеттерде 2%-бен кіргізіп қойған ислам банктерді. Ал біздерде сол кіріп, біздерді айқай шығарып, сол қайтадан жауып тастады. Ал кімнің болсын? Опять баяғы бар биліктің, сол баяғы биліктің сойқыны мынау. Билікке әлі жем болып келе жатырмыз. 2009-да факт, Назарбаевтың жеке меншік офшорына, жаңа банкісіне 9 триллион қаржы қойылды. Ол кімнен қойылды? Барлығы халықтың қазынасы. Бай қуатты мемлекетте тұрып жатыр. Осындай әр қазақ осындай болу керек па бізге? Бізге жаңағыдай қайыр сұрайтын, қазір интернет желісін ашып қарасаңыз, жаңа қайыр сұрап жатқан бір қазақ, үйсіз қазақ, жаңағы баламды емдетейін деп едім, осындай ауру, ДЦП, әртүрлі аурулармен шалдығып жатқан біздің экологиялы, осы біздің Маңғыстауымыз өте қауіпті аймақ. Мысалы қарап отырсаң, экологияда өте төніп тұрған. Әрбір қазақта ұйқысы келеді, бұл жерде ұйқы басады тек. Білесің, қай жерде бұл көріп отырсың, мұнайлы мекенде ұйқы құсады. Барлығы газ, уран, әртүрлі жаңағыдай жағымсыз бізде нелері бар.
ауа райымыз өте төмен. Солардың барлығын біздер шешу үшін мына 30 жылдан бері қордаланған, өздеріне бұрмаланған заңнамаларды осы Амин сияқты ағаларымыз, тағы өздеріңіз сияқты білімді ағаларымызбен, Маңғыстау жұртымен, білімді жастармен бірлікті түрде ана биліктің алдына барып тиісіп, осының барлығын айтып, біз бірлікті түрде ғана шеше аламыз. Сіз біз болып осындай қордаланған мәселелерді осы кезге дейін. Ал бұл мәселелерді жаңағыдай шеше аламыз ба, шеше алмаймыз ба? Арғы жаққа барып, қазақтың ішінен шыққан бір мандаттыны әділ сайлау өтіп, бүкіл қазақтың арасынан шыққан осындай саяси ұйымдар оппозицияларға беріп, елім жерім деген бауырларымызды сайлай алсақ, әділ түрде, аны жаққа барып, солар бірге алсақ қана барып, бұл қазақтың, еліміздің, бауырларымыздың тағдыры шешіледі деп ойлаймын. Ал ол баяғы жүйе солай жалғасып кете берсе, сатқындығымызбен, онда бұл тағы осылай жүре береміз ағайындар. Онда басқаша тактикаларды ойластыруымыз керек болады. Ал егер де мына қазір сайлап, мысалы кім-кімде, мысалы соның ішінде мен өтіп кетіп жатса, мысалға, қазіргі бір мандатты заң бар. Бір мандатты 10%-ды халық, Маңғыстау жұрты жинап, қол жинап, бір мандатты сайланған шеше алмай келістіре алмаса, сен келістіре алмадың, түс деп тартып алуға болады, қайтарып алуға болады. Егер де бір жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде өзі белгілі болады. Менің өзім келістіре алмасам, ары қарай мүмкіндігім жетпесе, интернет желісіңіз дамыған заманы, мен шығып, Маңғыстау жұрты құрметті, мынандай болды, бардым сендердің сайлағандарыңызбен парламентке келдім, ал бірақ мына жүйемен, мына парламентпен, бұлармен жасау, жаңа жарқын Қазақстанды әкелу мүмкін емес деп, мен сендердің алдарыңа шығып, өздерің араңыздан, Маңғыстаудан мен шешем деген адамды таңдап алыңыздар, мен мынаны қоям деп, қайтадан Өзенмұнайгаз саласына, өзімнің баяғы жұмысшы күйіме түсуім керек ағайындар. Ал енді қысқа да нұсқа өздеріңіз мына жаңағы бағдарлама бойынша қоям деген сұрақтарыңыз болса, немесе басқа да сұрақтарыңыз болса, айта отырсаңыздар жақсы болар еді. Мен жауап берсем, сіздер сұрақтың астына алсаңыз белсенді түрде. Маңғыстау ауданының Жәнібек Қожықов дейтін жігіт танисыздар ғой. Сол жігіт осы жұмыссыздықты аз да болса қысқарту жөнінен мұнайшыларда қазір 5 күндікпен жасап атқандар бар, вақтымен жасап атқандар бар. Соны 2-сімен емес, неге 3-сімен қылмаймыз? Сонда 100% болмаса да бір 15-20% қамтылар еді жұмыспен, жұмысшылардың деген сияқты. Бүткіл өндіріс орындарында. Ол жаңағы сол әңгімені айтты. Ал соған біз қалай не жасай аламыз? Бір қандай септігіңіз болады? Бір, екінші, мен ұмытпай тұрып айтып кетейін деп отқаным. Сол айта беріңізші, сол жөніне қандай неңіз бар? Мен мына жұмыссыздық мәселесімен жүргенде, осы тәуелсіздік алаңында әкімшіліктің алдына Қожық ағамыз келді. Енді біздің білетінімізден білмейтініміз көп. Кеше Ондыда болдым, Қожық ағамыз осы мәселені қозғады. Жәнібек Қожық ағамыз осыны қозғады, осы мәселені. Бұл Қожық ағамыздың, Жәнібек ағамыздың өзіне мен өзім сол кезде қарсы шыққан азамат. Жәке, олай болмайды. Өзенмұнайгазды олай бөлмеңіз, вақтылы метод қылып жасамаңыз, керек емес. Бұл вақты біздер кәдімгі сменный үйден ден нош бол кіріп шығып жүрміз ғой. Ондай мәселені әкелмеңіз деп, мен оған өзім балағат сөз айтып қарсы шыққан адаммын, мен өзім. Кезі осы жақын 1 жыл өтті ғой, 1 жыл өтті келген кезде. Ал мен кеше оны сараптай келе, сардалай неғыла келге, өзім зерделеп, осыны іздене бастадым. Осы біздің мына профсоюздармен ақылдасып, заңгерлермен ақылдасып, бұл ағамыздікі шын болып шықты. Дұрыс болып шықты бұл ағамыздікі. Мен кеше Ондыға барған кезде, мен бұрында міне Facebook менде бұғатталған, 19-дан бастап сайлауға үгіт насихат басталды, бұғатталған мен телефоным, Facebook. Соны жазайын деп едім, кешірім сұрап. Бұйым халық білсін сол жазғанымды деп. Кешірім сұрайын, Жәнібек аға, сіздікі дұрыс. Бұл ағамыздікі дұрыс екен. Негізі жаңағы айтып отқандай, сіз айтқандай, бұны вақтовый метод қылған кезде барып, жаңағы 10 мың мұнайшы болса, арнасынан сыймаса, 4 мың орын, енді 10 мың емес, 5 мың, 4 мыңдай орын
жаңағы ұзартылады екен, адам кіреді екен бұл жұмысқа, штат ашылады екен. Оны мен кеше айтып едім, қалай штат ашылғанда бұл қалған бұрыннан істеп келе жатқан мұнайшылардың сағаты қысқарып, немесе жаңағыдай ақшасы жалақысы түсіп кете ма деп едім. Жоқ, дәл солай сақталады екен. Маған түсіндіріп берді егжей-тегжейлі. Жаңағы профсоюздар, жаңағы құқық қорғаушылар түсіндіріп берді. Мен сол кезде уақыт дедім, сол кезде мен жаңағы Жәнібек Қожық ағамға осылай деп мен қарсы шығып едім ғой деп. Міне көрдіңіз ғой, менің білгенімнен білмейтінім көп әлі. Менің білгенімнен білмейтінім көп. Ал бірақ осы Қожық ағамыздың айтқанын, Жәнібек Қожық, мен оны ары қарай мен жаңағы парламентте айтқызып жеткізуге, ағаларыммен бірге оған ат салысуға мен соған дайынмын ары қарай. Бұл енді мәселе заңнамаларды өзгерте тұра, жаңағы заңға барлығы заңнаманы, еңбек кодексі бар, барлығын өзгертіп, соның ішіне қарап, ішіне кіріп барып түсінесің. Оны былай қазір екеуміз айтқанмен түсіндіре алмаймыз оны. Бірақ жұмыссыздық мәселесі Маңғыстау өңірінде кәдімгі халықтың, әрбір халықтың жаңа несі өзінің мұң-мұқтажы қазір жұмыссыздық мәселесі бірінші тұр. Бойынша 2000-нің үстінде адам жұмыстан босаған екен. Жаңағы 5 ел дейтін бағдарламаны алып, енді кеше 5 жыл өткеннен кейін сол жұмысшылар бізді қайтадан 5 жыл өтті жұмысқа орналастыру деген неменен облыс әкімдігінде жұмыспен қамту бөліміне, Қазмұнайгазға түгел екі жақты комиссиямен шешіммен отырды. Сол уақытта комиссиядан Қазақстан Республикасының мына несі ғой енді Қазмұнайгаз дейтін мекеме. Сол мекемеден 550 бағдарламасы жөнінен біз шығарылған уставын сұратқан уақытта оказывается жоқ болып шықты ондай. Иә, 550 дейтін вообще программаны әкелгенде қолдан тыққан екен. Енді соған жауапты адамдарды алып келдігенде ол адамдар жоқ, мүгедектікпен пенсияға шығып кетті, бір жағы жеке кәсібімен кетті, олар нені тастап кетті деген әңгіме болды. Сиыр құйымшақтанып қалды. Сол адамдар, соның ішінде жүргендердің бірі мен де бар едім. Сол адамдар әлі күнге дейін телефон соғады. Не болды, не істейміз деп мысалы. Оларды біз білмейміз. Жұмыссыздыққа тіркелгенде облыс әкімінің жұмыссыздықтың басшысы ана бір жас жігіттің аты кім еді? Сол айтуы Мәулен бе еді, атын ұмытып қалып отырмын. Сол жігіттің айтқаны 17 мың Маңғыстау облысы бойынша жұмыссыз адам тұр деді, 17 мың. Сол 17 мың адамның бірі боласыңдар деді. Сен қанша специалист болсаң да, сен қанша жерден таптырмайтын оператор бол, мұнайшының кезекке тұрасыңдар деді. Енді кезекке тұрғанды да көріп жатырмыз қазір нелерде. Сондықтан түбегейлі өзгеріс керек біздің. Өзгеріс. Жүйе өзгеріп, система өзгеру керек сияқты. Көзіміз соған жетті. Ол 30 емес, 32 жыл болды ма, биыл қанша жыл болды? 32 жыл болды. Енді жалпы біздер мына отырған, мына алдыңғы жанында отырған кішкене осылардың бәрі 60-тан асқан, бір жағы пенсияға алынды, бір жағы 60-тан асып уже пенсияға келген адамдар. Біз де солардың артық болып келатырмыз. Ертең біз жақсы, біз кетейік. Мына артымызда отырған анау сияқты ана 30-ға жетпеген жігіттер отыр, солардың болашағы үшін негізі түбегейлі өзгеріс керек, және сіздер сияқты жігіттер жасау керек сондайды. Жастар. Сауаттануы керек жастарды. Қосылан, талабыңыз оң болсын. Тағы мына үлкен адамдар бар ғой. Біздер бұрындар қандай қателіктер жібердік, қарамызды қарап өмірімізде мысалы өзіміз қоғара басымыз қандай қателіктер жібердік. Мен жерде бүйтіп мына айтып отқанда, мен жерде сөйтіп мына оны жөндейікші деп тырысамыз. Сол сияқты енді мына қоғамға байланысты, елімізге байланысты қандай қателіктер жібердік осы жасалып жүрген әрекеттерімізде. Соған қарай көңіл бөліп отырып, соны түзетуге қарай жұмыстанатын болып жатсақ, мұнда бір әрекетке берекет дейді, бір кішкене қозғалыс болады. Жолға қарай жүреміз, әйтеуір жолымыз тауып, бағытымыз тауып. Ал сол баяғы адасуменен, баяғы менікі дұрыспен жүре беретін болып жатсақ, онда білмеймін қай жаққа баратынымызды. Сондықтан бәріміз де бір бағытты ұстанып, сол бағытта жұмыс жасайық. Мақсат мына жердегі сайлаған депутаттарымызды сол жаққа жіберіп алып, біз біттік енді негізгі мына қалағанымызды сайладық деп өзіміздің ұсынған қалаған адамымыз өткен жағдайдың өзінде де біз жатпауымыз керек та. Неге? Себебі олардан біз сұрап білуіміз керек. Не істеп жатыр, жасап жатыр ма жұмысты? Я барып ана жаққа барып бұрынғы ұйықтайтындармен ұйықтап қалды ма, құшақтасып жүр ме деген сияқты да.
солардан бәрін біз қадағалап біліп отыру керек болады. Сонда ғана біз қызмет жасаймыз, қызметіміз жүреді. Мына ауылдық сайланып атқан, мына өздеріңде жиналыс болды, ауылдан сайланып атқан, ауданға сайланып атқандардың бәріменен қарым-қатынас жасалатын болып атса, солар бәрімен бірігетін болып атса, сонда ғана сол бұларменен жұмыс жасалатын болып атса, солардан соямын. Мысалы ауылдан сайланды, міне балаға сұрайсың да, інім, не болып жатыр? Не істеп жатсыңдар? Не шешіліп жатыр дегендей. Содан хабарын біліп отырып, сөйте сосын барып мына жоғарыдағы хабарын біліп отырып, сол арасында оларға айтып, сендер мынаны бейтің, мынаны сөйтің дегендей. Сол мәселелерді дұрыс ұйымдастырып жолға қоятын болып атсақ, біздерде қазір барлық жерде айтып келе жатырмын, үкімет пен халықтың арасында байланыс үзіліп кетті. Байланыс жоқ десең айтсаң да өтірік болмайды да. Себебі халық бір жақта шырылдап жатыр, үкімет өзімен өзі мына жақта басқа шаруасымен жүр. Оны не істеп жатқаны, қай жолда, қай жаққа бара жатқанымен ешкімнің шаруасы жоқ. Бізге мақсат сол үкімет бер қара, бізбен бірге бол. Сендерді сайлайтын да алатын да біз ғой. Сондықтан сайланбай отырсаңдар да әйтеуір біздің атымыздан жұмыс жасап жатсыңдар ғой, біздің атымыздан сөйлеп. Давай бізбен бірге байланысың деген әңгіме ғой, қысқаша түсіндіргенде де қазақша. Сондықтан сол бағытқа қарай жұмыс жасайтын болып жатсақ, мүмкін бірдеңе шығарармыз. Жаңағы айтып отқан мына заңның ішінде де белгілеп қойған, чтобы осы мына депутатты қайтып ала алатын мүмкіндік бар. Мысалы, жұмыс жасамайтын болып жатса. Оған да сол осындай атсалысумен жұмыс жасаймыз. Ал енді бұрындары да мысалы депутаттар жұмыс жасады. Бұлар да нетіп жатыр, ішінде істегендері бар, істемегендері де бар шығар. Оның қасында болмағаннан кейін біз білмейміз. Бізге нақтысы айттың ба, я болмаса алдың ба мойныңа міндетті, сен айтып, мен бейттім, сөйттім, бейтіп едім, сөйтіп едім деген әңгіменің бізге қажеті жоқ. Бізге іспен дәлелде, міне жасадым, міне бітті. Мына дүңкілтір тұрғызды, міне бар, міне мәдениет үйі. Міне осыны мен жасаған ісім. Міне ананы жасадым, мынаны жасадым деп айтсаң, онда біз түсінеміз. Сондықтан бізге енді уәденің қажеті жоқ, бізге жасайтын іс керек, қорытынды. Енді ары қарай біздердің мақсаттарымыз сол үкіметпенен мына халықтың арасын байланыстыру мүмкін болса, істей алсақ оған, әліміз жетсе, соған қолдау болса, сонда ғана сөйтіп жасай аламыз. Ал егерде сайлап жіберді, бар ғой жасасын дейтін болып жатсақ, одан ештеңе шықпайды. Өздеріңде мекемеде көрдің, ona жәкең бар, өзің барсың. Кәсіподақ барды, сайладық, міне болды деп жатқан жоқсыңдар, қызмет жасадыңдар ғой бәрің. Жұмыстарың жасайсыңдар. Еще кәсіподақтың жұмысымен жағаласасыңдар. Сөйтіп жүріп, сол уақыттара соны істеп, ауылға келіп, онымен тағы жағаласасыңдар. Сонда ғана сендер бір жетістікке жеттіңдер, білесіңдер ме? Соны жасаған өздерің, ona сайлаған төрағаларың емес. Сендердің өздерің еңбектеріңмен ғана сол жерге жетістікке жеттіңдер да. Міне сол бізге сабақ болып, соны солай жасауымыз керек та. Сөйтіп бәріміз бірге атсалысайық ағайын, бәріміз бірге сөйтіп жұмыс жасайық. Мына ұрпаққа бірдеңе қалдырайық мүмкін болса, соны қарай істейтін болып жатсақ, онда біздің әйтеуір артымызда қалғандарға бірдеме қалдырып кеткен бір ізіміз болады да айта аламыз да бір. Я болмаса олар айтар мысалы, бірдеме ағаларымыз осындай бірдеме қалдырып кетті деп. Сондықтан бір осы мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Біздің мақсатымыз үкіметті төңкеріп тастап, басқа үкіметті ағайындап, бүйтеміз, сөйтеміз деп жаңағына болмайтын нәрсені жалау қылып айқайлап отырған ештеңеміз жоқ. Біздер мүмкін болып жатса, елдің амандығы менен дұрыс жұмыс жасап, сол жолменен апарып қарайық. Оған көнетін үкімет болса, оған жасайтын үкімет болса, о жақтағы отырғандар келісетін болып жатса, тартқылап қарайық. Болмай ма, тыңдамай ма, онда уже әңгіме басқаша болады. Ол уақытта уже халықтың еркіне береміз. Не айтасыңдар? Шешетін өздерің, шешім өздеріңнен. Ол уақытта да осы ауылда да бар азаматтар, басқа жерде де бар. Бәрі уже ақыл кеңесін қосып шешіп отырып бір шешімге келеміз ғой. Айтарымыз бір-бірімізге. Сол сияқты елге қызмет жасайық деп соны жүрген жайымыз бар. Соны да мүмкін болғанша осы ауылдастарымызға, елімізге бір жариялап, мүмкін болып жатса соларды құлақтандырып, соларменен осы бағыт ұстанайық, бір курс ұстанып, сол курспен жүрейік деген мақсатта жүріп жатырмыз. Амин, сау болыңдар. Мүмкін болып жатса, мына ютубтан хабарланып жатыр ғой. Бір жерде айтпағанымызды бір жер айтқан шығармыз. Солардан тыңдап қарап отырсаңдар, мүмкін құлақтанарсыңдар. Артық кетіп жатқан жеріміз бар шығар. Қанағаттанбайтын жерлеріміз бар шығар. Комментариялар бар, жазың, ертең сайлау біткеннен кейін қолымыз тиеді, оқимыз, қараймыз. Мен мына мүмкіндікті пайдаланып жүгіріп жүрмін да. Қалай да болмасын осы еліме, Маңғыстауыма бір болса екен дегендей. Осы кішкене бір жобаға жүрейік, бір жол тауып алайық дегендей. Бір-бірімізді жамандап, анау қатын, анау батыр дегеннен біздің ештеңеміз шықпайды одан. Ең болмағанда бір жол табайық, жұмыс жасайық деп. Және ұрпақты да басқа жаққа алып баратырмыз. Олардың арасында да сондай пайда болған. Сен әленсің, сен бәленсің, бір-бірімен жағаласып жатыр. Қай жерде болмас, қандай чат болмасын да. Сондықтан тоқтатып бір жолға қарайық, жұмыс жасайық, қызмет жасайық. Ақша төледің, төлемедім емес, кәдімгі соған
міндетіміз қылып жұмыс жасайық. Ал ағайындар енді мүмкін болып жатса сіздерден рұқсат сұрайық деп отырмыз. Өзі басталды ғой, мына осы өзгерістің ғой мына. Өзгеріс. Шақ келді міне өзгеріс. Енді осы қазір танымалдық керек та. Өту үшін, ja сенің 9 адамың оңай емес. Дұрыс айтасыз. Сені бүгін көріп отырмыз. Сенің соттың болақтаулы. Иә. Сіздерге шыға береді мен. Жоқ, біліп отырмын. Мен енді сені ел танымай тұр. Иә, дұрыс. Мен ана әбекеңмен бір рет дастархансыз болған болуым керек шайырда, Қорқалықта. Әбекең өте қуат, одан танып отқан жоқ. Мен мына танымалдығынан танып, сөйтіп амандасып жатырмыз. Сондықтан Мұратқа мен танымалдық керек. Ертең енді өтіп жатсаң қуа қып, ал өтпей жатсаң осымен аяқталған жоқ өмір. Иә, осымен аяқталған. Сәтсіздік. Келесісіне дайындалу керек. Соған көріп, сен жас жігітекесің, қарап отырсың, 40-тан жаңа асып барасың. 33-тесің ба, тем более 43-тесің. Сондықтан танымалдық керек. Ертең міне көрінсең дауыс аласың. Ал көрінбесең, осы ауылда мүмкіз адам бар мысалы. Ертеде Әбіш Кекілбаевтың қасына бір Түказ Иван дейтін бала келді. Қызанның баласы. Біз сол бала бұзаңға келіп кездесу жасаған үшін елге ауысып кетті. Қазір соны Астанада референт бір жер жасап жатыр жаңа бала. Әкесінен сұрасам. Соны танымалдық керек, араласу керек деген әңгіме ғой. Енді мына сондай ғой біз. Оң болсын енді әкімшілік жолмен өзгере ма? Жүйе әкімшілік жолмен өзгере ма? Иә. Мына авторитарлық режимде. Ол мына 30 жылдан бері келе жатқан жүйені ол өзгерту мүмкін емес. Өзгерту үшін біз белсенді болуымыз керек. Маңғыстаулықтар айтып отыр, мынадай айтып отыр. Белсенді түрде мынадай сайлауларға немесе басқа да бір талаптарды орындатып білуіміз керек әуелі. Біздер де көріп отырсыздар қай жерде. Әр жерде бір санаулы адам ғана айқайлап шырылдап жүрген. Көрдіңіз ба? Біреуін қамайды, біреуін мысалы 32-ші бапта көрсетілген әрбір Қазақстан азаматы шығуға құқылы деп наразылықтарын білдіруге. Ал оны заң қарап жатқан жоқ, қара. Заң бір адамға 30 жылдан бері қордаланған. Заң бір адамға. Ана заң аясында шықсам, оған қарамайды, аптазаққа қолыңды қарып бір тығады. Көріп отырсыздар ғой. Ал жігіттер сәттілік тілеймін. Амин. Иә. Жасыңыз үлкен сіз екен, бата беріп. Бата беріп. Оң болсын талаптарың. Жаңа айтып жатсыңдар ғой. Артқы осы бала шағамызға Дұрыс, құлағымызға аманат бірдеме қалсын деп бәрімізді шапқылап жүріп, жең шығуларына тілектеспіз. Мынау балам да жұмыстан келді еді, күтіп ал деп еді, соған нетіп батым алды. Әмин ал. Бата беріп жүріңіз, жасыңыз үлкен. Жас батам бергенде айттық, аман тек нетсек болды сол. Жең шықса болды, мен тілегім сол. Басқа ешқандай тілегім жоқ. Тек жең шығуларын тілеймін. Кеше бір неменен шаруаны шешті. Бәрі жиналып тұрды. Бірнеше күн оны көріп жатсыңдар, сендерге ескертіп түсіндіріп қажет жоқ. Сол шаруаны шешіп, ол нені қабылдаған жоқ та. Енді президенті де қандай шешім қабылдады, халқы қалай істеді, низат жасалып жатыр. Бәрі соның ішінде тұр. Мен сендерге түсіндірмей ақ қояйын, менен жақсы білесіңдер ол жақтарын. Ал енді бізде де осы мәселе бойынша сондай ауызбіршілік болатын болып жатса, атыспай-ақ, соғыспай-ақ осы жерде осы тек халықтың кішкене көз ашқаны болатын болып жатса, бір нәрсеге қол жеткіземіз. Ал үндемей шығарған заңның бәрін жұтып ала беретін болып жатсақ, ертең құсу қиын да оны. Құса алмаймыз да, тұрып қалады әр жерде. Сол тұрып қалған нәрсе сол бізді кедергі, ана заң бар, мына заң бар деп тұра береміз да бүйтіп. Сондықтан соны әуелден құспас үшін әуелден жұтпауымыз керек та. Жұтпас үшін соған ауызбіршілікпен жұмыс жасауымыз керек. Ал ағайын, айып етпеңіз, көп жерлерде айтып жатыр, мына жігіттерде шығады, соны тағы да тыңдарсыңдар, қарасыңдар, дұрыс емесін алып тастайсыңдар, келіспейтіндеріңде келіспейсіңдер. Мен бәріне менікі дұрыс, қалай да менікі бұлай болсын деген әңгіме емес, ол да менің өзім ішімдегі тұжырымым, әрбір өздерің сияқты, өзім солай ойлап жүргенім, мен содан қорқам, сондықтан сондай болу үшін мен мынандай болмасын деп барымша өзімнің ішімдегі қызмет сол. Әрине, біз білмейтін нәрселер көп жасалып жатыр. Ал ағайын, ұлықсат болса, баталарыңызды жіберіңіз. Таңдау өз қолдарыңызда қажет. Таңдау өз қолдарыңызда. Кім батай? талаптарың оңынан болсын. Жетістікке жетіңдер, жеңіске келсіңдер. Елдің, халықтың оңын айтатын азамат болыңдар. Еліміз аман болсын, тұрмыстарыңыз болсын.